Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін 10 маусым 2024 жыл. Құрметті бауырлар, осыған дейін біз видео үндеуіміз түсірген кезде ел президентіне, немесе үкіметіне, депутаттарға жолдап жататын болатынбыз. Осы видео үндеуімізді өзіміздің бауырларымызға, осы шетелдік көліктер заңдастырамыз, утиль алыммен алғашқы тіркеу салық жарнасымен күресеміз деп жүрген өзіміздің бауырларға арнаймын. Осы көшет жүрген шетелдік автокөлік бар азаматтарға, ол ауыл шаруашылық техникасының мәселесімен болсын, жүк көліктер болсын, жеңіл автокөлік болсын, бәрімізге утиль сбор мен первичка бәрімізге бірдей тиіп жатқан жайы бар. Және бұл утиль сбор мен первичка тек қана автокөлікпен техникаларға қатысты емес, ол көптеген еліміздегі мың-жарымдаған наименованиесі бар. Соның бәріне қатысты, және де бұрын-соңды өзіміз эфирлерде бәрінде айтып жүрдік, ол үйімізде жеп отқан нанымыз бен үстімізге киіп жүрген киімнің бәрінде де бар. Өйткені оған қалай бар екен дәлелдерімізді осыған естіп жүрсіздер. Енді құрметті бауырлар, осы мәселе төңірегінде сіздерге видео үндеу тастағым келіп отыр. Ол видео үндеуінің форматы мындай. Құрметті бауырлар, және мына легализация кезінде шетелдік көліктерді заңдастыру кезінде автокөліктерін заңдастырып алып кеткен азаматтар, конструктор бол, уақытша тіркеуге алынған, немесе күнде жаңа толықтай тіркеуге өткен азаматтардың бәріне. Құрметті бауырлар, сол өз көліктерін заңдастыру кезінде заңдастырып алған 304 мың азамат сіздерге видео үндеуіміз. Бүкіл азаматтардың атын үндеу. Құрметті бауырлар, кезінде осы заңдастыру кезінде, легализация кезінде, осы после 1 сентября кірген автокөліктер, транзит номермен жүрген автокөліктер, конструктор мен жаңа запретниктер қойылмай жатқан кезде бірдей тер төккен болатын. Бір жағадан бас, бір жегеннен қол шығарып, жұлдықтай жұмылып, төртеуіміз түгелі болып, төбедегісін алған болатынбыз. Сол кезде осы азаматтардың бәрі қатарда болды, белсенді топтарға демеуші істеді, көмектесті, жүрді соңына дейін, жан-жаққа барды. Сіздер қатарда бірге болды. Енді бүгінгі таңда сол азаматтарға утиль сбор мен первичке после 1 сентябряның мәселесімен жүрген 1 қыркүйектен кейін кірген конструктор автокөліктерге сіздер керек болып жатсыздар. Қандай да болса демеу, моральдық көмек, басқа жағынан да көмектің керек болып жатсыздар. Сол үшін бәріңізге айтатын, есектеріміз судан өтті деп кетіп қалмаңыздар. Қатарға қосылыңыздар. Өйткені тіркелген кезде жартылай бір аяқталмай қалған тіркеулеріміз бар. Сатылмайды болып шетелге шыға алмайды болып тіркелді. Соның мәселесі бар. Басқа да елімізде көптеген мәселелер бар. Тек бір-бірімізге пайдамыз тиетін кезде ғана қосылмайды. Осындай кезде бұл елімізге пайдасы тиетін, еліміздің экономикалық індетін жоятын заттарға келіп тұр. Және де өзіміздің қатардағы әр қазағым жалғызымды өскен азаматтарымыз, өзіміздің қазақ бауырларымыз, қазақстандық азаматтарымыздың осындай қиын заманда, қиын уақытта қалып қойып жатқан жайы бар. Соған көмектесуге шақырам. Бәріңіз топтарға қайтадан қосылыңыздар, бірігейік, жұдырық болып жұмылайық. Сол кезде жеңбейтін затымыз жоқ. Және де құрметті бауырлар, екінші тақырыбымыз осы видео үндеудегі. Қазір біздің өздеріңіз білесіздер, көшеге шыға алмаймыз. Көшеге шығуға бір жерге бейбіт түрде арыз жазсақ, оған рұқсат бермейді, неше түрлі мыңдаған сылтау істеп. Тіпті мен сіздерге айтайын, видео үндеудің түсіруін өзі, видео үндеу істеудің өзі үлкен күш болып кеткен жайы бар қазір. Білмеймін, нағыз қазақтың, нағыз демократияның туы болып саналатын сондай құралдарымыз бар, бірақ құралдарымызды жүзеге асыру өте қиын болып жатады. Ол шындық және бар деп айтайық. Енді қазір біздің ең басты құралымыз, және осы 21 ғасырдағы, осы замандағы ең басты құралдар өз халық, өз пікірін айта алатын, ойын жеткізе алатын, ол әлеуметтік желілер болып табылады. Және мессенджерлер, өзіміз WhatsApp, Telegram деген сияқты. Сол жақтың бәрінде өте белсенді болуға шақырамыз. Және де мысалға бір видеолар келді ма, Instagram'дан, TikTok'тан, бір әлеуметтік желілерден келсе, соның астына лайк басып, неше түрлі өздеріңіздің пікірлеріңізді тастап, жан-жақты көрсетіп отыруымыз керек. Өйткені мониторинг деген бар, әлеуметтік желілерде мониторинг етіп, қарайды, қадағалайды. Соның ішінде көп резонанс туғызып жатқан, көп шулап жатқан видеоларды бәрін көрсе сояқ қарата көңіл аударады. Былайша айтқанда, мен кәдімгідей ешқандай заңға қайшы емес сөз айтайын, онлайн митингке шақырамын сіздерді. Онлайн әлеуметтік желілерде келді ма, астарына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, ешкімге ғайбат сөз айтпай, жаңағы жалған сөз айтпай, таза, по факту өздеріңіз мәселелеріңізді қалдырып, қолдамайым, отставка кетсін деген сияқты талаптарыңызды бәрін заң аясында талаптарыңызды білдіріп, сол жерде халықтың көңіл күйін көтеріп отыруға шақырам. Әрбір видеолардың, біріншілердің астарында көп мағлұматтар болса, онда қаралымы көп болса, ол билікке дейін міндетті түрде жоғарыға жетіп, және оның реакциясы болатынына көзіміз жетіп жүр, 100% оған сенімдіміз. Және де өзіміздің WhatsApp чаттарды сөйлесіп отыруымыз керекпіз, белсенділік танытуымыз керекпіз, белсенділік танытайық, құрметті бауырлар, белсенділікке шақырамын сіздерді. Және үшінші тақырыбымыз, құрметті бауырлар, қазір осындай жеңісті жолына шықтық деуге болады. Өйткені халықтың үні естілі жоғарғы деңгейде қаралып жатыр, оның үстіне жұмыс топ болып құрды, бірақ тікелей репортажмен онлайн, тікелей эфирде көрсетуін біздер талап етіп жатырық, оның бәріңіз көріп те жатсыздар. Енді группада, қазір топтарда бірімізді қолдайық.
жаман жерімізді жақсырып, жақсы жерімізді асырып отырайық. Қазақта сөз бар, өсер елдің балдары бір-бірін батырым дер деп. Бірімізге батырмыз, мынау менің батырым, батыр жігіттеріміз бірімізді қолдап, көтеріп, қолпаштап отырсақ, бізден кез келген жау қорқатын болады. Және де ауызбіршілігіміз мол болатын болады. Құрметті бауырлар, сол ауызбіршілік деп ойлайық, ауызбіршілігіміз мол болсын. Бәрімізді группада белсенділікке шақырамын. Тек алға, жеңіс біздікі. Жеңістің ауылы жақындап қалған кезде үрген иттердің дауысы естілетіні белгілі. Ешқандай біз сондай қазақпыз, алдымызға қойған мақсатымыз бар. Сол мақсаттың барар жолында ешқандай кедергіні сезбейміз. Әрқашанда бастаған, алдымызға қойған мақсатымызға кедергісіз жетіп, жеңіске жетуге шақырамыз. Бәріңізге ақ номері бұйырсын. Үйлеріңізде шаттық, мереке, той, шапағат болсын, байлық болсын, бақыт болсын. Бәріңіз аман болыңыздар. Жеңісті күндер жолыққанша.